Bizim istep atқан тірлік мынандай ғой. Короче, 21-ші ғасыр көшбасшы деген бар ол бізде. Соған кнопкасы бар. Кнопка универсальный болады. Кнопка универсальный болады. Яғни мынандай штекерлермен тығылады да. Мынау обратный сторонасы, мынау кнопканы басады. Бетінде мынандай крышкасы бар мынандай. Типа осындай болады. Басады, басқан кезде ана свет моргать етіп жанат. Сосын бұндай кнопка алтау, приемнигі мынау тұр. Управление аудио кәдімгі обычный. Так, бізде просто вопрос. Лампочка бізде 12 вольттық лампочка отыр мына DC 12 вольт. И соған мен через транзистор арқылы, транзистордың аты бізде ARF 740 деген MOSFET транзистор. Соны мен қазір нам шилдқа прямой пайт табадым өткен сұқамасының жаңдай сындар нашар. Так, 3D принтермен не істеліп жатыр? 3D принтермен бізде соның корпусы қойып жатыр, мынау корпусы. Так, мынау корпусы. Мынау бір жағы, екінші жағы сондай болады, бүйтіп жабылады. Так, кнопканың несі мынау тұр, каркасы астында істейміз, мына крышасы. Сымдарымен жалап қойдым, мынау через YouTube сыммен жалап. Мен қазір соны баяттап жатырмын. Мына жерде не үшін мынандай мәселе тұр ғой? Бұл бізде ARF 740 деген MOSFET транзистор. MOSFET транзистор дегеніміз біздің былайша айтқанда машинедегі реле. Ну, кәдімгі обычный светтің включателі ғой. Қалай? Мынада минус болады. На кнопкада, на несінде минус болады. Мынау бізде сигнальный. Ал мынадан бізде нагрузка кетеді. Мынау тұр ғой, мына қазір экранда көрсетсем болады. Мінекей. Arduino'dan сигнал келген кезде ол 110 болмаса 1 кило ом резистор болса, резистор бізде кедергі. Бұл не үшін? Мынаның контактысын болмаса, мынаның контактысын бізде қорғау үшін, защита. Өйткені обратный ходовой сигнал деген болады, типа питание. Оның несі бізде массаға через 10 кило ом, менде где-то 4-2 кило ом тұр. Массаға байланысқан, типа заземление. Яғни случайно қосылып кетпес үшін. Ал енді ортасында контакты бізде ол нагрузкаға барады, минусына барады. Нагрузкада плюсы прямой болады. Қалай? Сізде мысалға Arduino тұр ғой, Arduino'ның каналдары қараңыздар. Бұдан тек қана, сигнал келеді тек қана, повышенный сигнал келеді. Мысалға 0 және 1 деген повышенный сигнал. Бұған неге жетеді? Мысалы, мынандай лампочканы жағуға жетеді да сіздерде сигналы. Ал бірақ мынандай лампочканы жағу үшін болмаса моторды айналдыру үшін оның энергиясы жетіспейді. Сондықтан не істейміз? Екі ортаға MOSFET-ті қоямыз. MOSFET былайша айтқанда включатель бізде. Кәдімгі 220 қосатын включатель сияқты. Не істейді? Мынадан шыққан сигнал бізде мынаның аяғына барады. Ол аяғына сигналды қосады. Яғни мына ішіндегі включатель бар өзінің ішінде. Сөйтіп барып минусты среднейге питание қосады ғой аршында. Мына жерде тұрған. Мынадан келген сигналды мынау обработка жасайды да, сөйтіп барып мынадан тұрған кетіп тұрған тоқты нагрузкаға қосады. Сөйтіп барып бізде үлкен нагрузкадегі свет па, үлкен нагрузкада свет па или мотор ма, сол бізде қосылады, айналады, движение болады.